Менің туған жерім осы бұрынғы Талдықорған облысы, қазіргі Алматы облысының Ақсу ауданы Көкжайдақ деген ауыл. Кейінде бұл ауылды Ақынсары ауылы деп біздің ауыл тұрғындары сөйтіп атап кеткен. Өйткені Ақынсараның туған ауылы. Кіндік қаны тамған жер, жаңағы Ақсу өзенінің бойындағы ауыл, сол Көкжайдақ ауылы екен. Енді дәл алғаш өлеңнің мағынасы мынандай еді деген нәрсені дөп басып айту қиын шығар, бірақ қабырға газетіне басылып, жаңағы жазылып, ілініп, көпшілікке мектеп ортасында жаңағы оқылған өлең бұл Ілиясқа арнау деген өлең болатын. Жалпы менің әкемнің кітапханасында кітап жеткілікті болды. Соның барлығын десем де болатын шығар, оқып өскеннен кейін менің бір кітапқа деген қызығушылығым, осы жазу сызуға деген, оқуға деген сүйіспеншілігім қалыптасты ғой деп ойлаймын. Соның ішінде Тұманбай Молдағалиевтің 3 томдық кітабы болды. Сол 3 томдық кітабы маған кәдімгі бір осы лирикалық бағытқа түсуіме ақындықта үлкен үлгі болды ау деп ойлаймын өзім. Өйткені сол 9, 10, 11-ші сыныптарда мен біраз өлеңдерді ішінде жатқа білетінмін, және соны Тұманбай ақын емес, өзім жазғандай, мен айтатын ой сияқты да, жаңағы менің айтатын пікірлерім, менің айтатын көзқарасым осылай еді ғой деген сияқты, осылай жазу керек екен ғой өлең деген сияқты менде бір ішкі үлгі тұту сол кезде қалыптасты. Шынына келгенде мен Тұманбай ақынды үлгі тұтып өстім кішкентай кезімде. Және өлеңдерін жатқа оқып, өлеңді осылай жазу керек екен ғой деген сияқты ішімде ой қалыптасты. Енді келе-келе ол алғашқы баспалдақ, әрине мектептегі, одан кейін де бұл үлгі тұтатындардың қатары ұлғая береді. Адамның көкірек көз ашылған сайын, көбірек оқып білген сайын, ол кеңістік үлкен ауқымға айналады. Енді Цветаев айтыпты ғой, кімдерді жаңағы, сіз кімді мықты деп білесіз, кімді үлгі тұтасыз деген кезде, мен бірінші, екінші деп санамалағым келмейді. Егер мен оның бәрін қатар айтуым керек болса, маған кемінде 7-8 ауыз керек болады деп. Сол сияқты менде бірінші, екінші деп санамалаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Олар өте көп. Біздің алдыңғы толқын, ағалар, алдыңғы буын. Мен олардың бәрінен де үлгі тұтам деп айта аламын. Енді жалпы жетістік дегенде бір атақ, я болмаса бір жеңістер, жүлделер, олардың бәрін енді жетістік деп айтуға да өз басым қарсымын, шынына келгенде. Ол сенің барлық жүріп өткен жолыңның тұтас жемісі деп айтуға толыққанды келмейді. Сондықтан адамның өзінің ішінде өз өмір жолына қойған бір өз өмірінің бір өлшемі, өзінің бір ғұмыр сүрудегі сапасының бір шкалалары, я бір өзі қоятын ішкі критерийлер болады адамның. Соған мен қаншалықты саймын деген. Сол тұрғыдан келгенде мен енді өзімді толыққанды адам ретінде, енді кемел адам деп айтуға келмейтін шығар, әлі де сол жолда келе жатырмыз, толық қалыптасу жолында. Дегенмен бір толық адам ретінде өмір сүріп келе жатқанымды мен үлкен жетістік санаймын. Оның ішінде менің ата-ананың алдындағы парызды өтейтін адам, ұрпақ өсіріп отырған ана адам, өзінің атқарып отырған қызметіне
адал, қызметін шын сүйіспеншілікпен атқаратын маман адам деп айтуға болады, тізбектей беруге болады. Сол тұрғыдан мен қай жағынан болса да барынша бір адал, ақжүрек, сондай таза тұрғыда атқарғым келеді барлық міндетімді, парызымды. Сол тұрғыдан мен өзімді толық қалыптасқан адаммын ғой деп есептеймін. Сол менің үлкен жетістігім шығар. Бұрындары мен ойлайтынмын, өлең бірден лақ етіп жазылу керек деп. Оған бірақ адам бірден келе салмайды. Оның өзінің сатылары бар. Кейде бір оймен жазылатын, ақылмен жазылатын өлеңдер болады. Кейде бір сезімге салып жаңағы лақ етіп төгіліп түсетін өлеңдер болады. Енді бұрындар жастау кезімде өзіме бір керемет көрінген өлеңдерім кейінгі жылдар өте оққан кезде бір олқы соғып тұрғандай болатын кездер болады. Адам неғұрлым есейген сайын сирек жаза түсе ма деп ойлаймын. Ғабит Мүсіреповтің айтатыны бар ғой, адамның жас күнінде жаңағы уақыт көп, тақырып аз болады дейді. Ал есейгеннен кейін уақыт аз, тақырып көп. Сондықтан бір өзіңнің нағыз тақырыбыңды бір дөп табу керек сияқты да. Сол тұрғыдан келгенде шынында да аз, саз жазатын уақытқа келеді екен адам өз бірте-бірте. Дәл сондай бір керемет бір ересек тартып есейіп кеттім деп айтпаймын, дегенмен сол жолдың бір орта тұсына келген шығармын деп ойлаймын. Жиі жаза бермеймін, және жазған өлеңім қазір өзіме көңілім толады деп айта аламын енді қазіргі өлеңдерім. Өйткені ол әбден толғағы пісіп жетіп, нағыз шығу керек кезінде ғана шығатын өлеңдер. Бұрынғыдай уақыт барда жазып, я болмаса бір нәрсеге жалт етіп қызыққан кезде жазып деген нәрсе аса болмайды қазір. Сондықтан енді есейе келе адам бір дөп жазатын сияқты көрінеді өзіме. Мүмкін енді бір 5-10 жылдан кейін менің бұл көзқарасымды өзгеруі мүмкін. Қазіргі өлеңдеріме ол кезде басқаша баға беретін шығармын. Ол енді уақыттың еншісінде шығар. Ақын енді бір мойнына бір әлеуметтік жүк алған, я болмаса қандай да бір миссияны орындап тастауым керек деген бір үлкен миссиясы болады деп мен өзім ойламаймын. Ол енді ішіңдегі Құдайдың берген талантын жарқыратып сыртқа шығару ғой болды. Ол енді оның ішінде жаңағы айтып отырған әлеуметтік мәселелер де болуы мүмкін, я бір азаматтық позициясы бар үлкен бір салмақты өлеңдер шығуы мүмкін, немесе бір сезім тербететін дүниелер шығуы мүмкін. Жер бетінде қандай не тіршілік етеді жалпы? Интуиция, сезім, білім бәрін қосқанда ол ақында енді бәрі ақынның бойына сіңіп, сол өзінше бір дүние шығады ғой деп ойлаймын да. Сол нәрсені бір жасанды жылтыр сөзсіз, я бір жалған сөзсіз таза күйінде алып шықса, ақынның миссиясы сол шығар. Енді мысалы әр нәрсенің қуаты әртүрлі болады ғой. Мысалы кейде бір 50 мегаватт дейма, сондай мысалы біреу сондай станция жарық шығару мүмкін, біреу 100 шығару мүмкін, қуат әртүрлі. Сол сияқты ойлаймын, ақындардың да ішкі қуат әртүрлі болуы мүмкін. Сол өзінің қуатына сәйкес, өзінің ішкі дүниесінің байлығына сәйкес сырттан сіңірген бір барлық жақсылықтарына, игіліктерді бойына сіңіру арқылы өзінің қуатына сәйкес жаңағы мүмкін ол 1 кітап жазу мүмкін, 10 кітап жазу мүмкін, я болмаса жарқыраған бір өлең жазып тарихта қалу мүмкін. Тарихта қалу шарт емес енді, бірақ сол ішкі дүниесін таза, саф күйінде, ешқандай жылтырақсыз, жалған сөзсіз сыртқа алып шықса, ақынның миссиясы сол шығар деп ойлаймын. Жалпы мен енді бала күнімде елестететін болашақта осындай журналист болсам, ақын болсам деп. Енді тура сол балалық арманым
100% орындалмаса да нобайы келеді, орындалды ғой деп ойлаймын. Бір өлеңім бар еді: өмір деген ол менің арманымның нобайы, орындалу үшін сәл келмей қалған орайы деп. Сол сияқты енді балалық арман 100% орындалмаса да өзінің шама шарқынша біраз орындалды деп ойлаймын. Дәл қазір енді мен болашақты өзімді былай көрем деп айта алмаймын. Өйткені мен ғұмырдың жартысын сүріп тастаған адам болғандықтан, менің жолым айқын болып тұр да, мен бүгінге дейін жасап тастадым өзімнің кім екенімді. Мен енді сол нәрсені тек қана келесі жарты жылдықта толыстыру, толықтыру, одан әрі байытуға ғана бағыттаймын. Сондықтан мен бүгінге дейін кім болсам, бұдан кейін де сол адам боламын ғой деп ойлаймын.